еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі айналысып жатыр. Әлі де бұл мәселе шешілмеген. Әзірше тек қана сол визасыз режим бойынша адамдар кіре алады. Немесе егер жұмыс істегісі келсе, заңды түрде. Онда кәдімгідей сол жақтағы кореялық компаниямен келісім шартқа отырып, осы жерден тиісті визасын рәсімдеп, солай ғана болады. Ертең бұл мәселе талқыланбай ма? Талқылану мүмкін, бұл да талқылануы мүмкін. Және Кореяның министрі Қазақстанда 3 күн болады, көп мәселелер талқыланады. Известно, когда заработает без виз с Китаем? Без Китая. После подписания соглашения, как вы знаете, во время визита нашего президента было подписано соглашение, страны должны завершить внутригосударственные процедуры. Это займет несколько месяцев, я думаю, пару-тройку месяцев. После этого две стороны должны уведомить друг друга об окончании внутригосударственных процедур. После этого соглашение может вступить в силу. Это примерно ближе к зиме, получается? Я не думаю, это зависит от расторопности государственных органов двух сторон. Думаю, что в ближайшее время. Алдағы 2 айда dediniz. Я 2 айда болуы мүмкін. Енді біз өз тарапымыздан, Қазақстандық тарапын тездетіп өтерсек, Қытай тарапынан да жауап күтеміз. Мемлекетшілік рәсімдерді аяқтау керек. Біздің тараптан осы келісімді бекіту туралы үкіметтің қаулысы қабылдану керек. Бұл қаулыны қабылдау үшін біраз уақыт керек.